Дүниеге келеді адам, кетеді адам. Кімге қоныс болмаған дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа барма, өзі берген өмірін өзі алған. Сен жоқсың арамызда, жылап қала бердік біз артыңызда. Орның қалдау ортайып болады досым. Не қыларсың, не істерсің бұл тағдырға? Не істерміз, өмірге бағынамыз. Еске алып, өзіңді жабығамыз. Сол бір асыл меніңді жан досым, аңсаймыз да бәріміз сағынамыз. Бір Алладан тілейміз, жайлы болсын жатқан жерің, болат досым. Ақпаров Болатпен 1976 жылы Қарағанды политехник институтқа түстік. МЛП 76 бірінші группада оқыдық. Сол жылы бір жатақханада тұрдық. Студенттік өмір өте қымбатты, ыстық уақыт. Бірге жүрген, бірге бір жапырақ нанды бөліп жеген кездеріміз. Спортпен айналысқан, ойнап, қыдырып, сабақ оқып, бірге мейрамдарды өткізіп, бір-біріміздің ауылдарымызға барып жүретін кездер. Үшінші курста Болат армияға кетті. Институты Москвада бітіріп, Балқашта жұмыс істеді, Қарағандыда жұмыс істеді, Астанада жұмыс істеді. Үлкен үзіліс болды. Үлкен үзілістен кейін біз достар болып 2016 жылы кездестік. 40 жыл институтқа түскенімізді соған жиналдық. Содан кейін бір-бірімізден айырылмай жүрдік. Семьямызбен араласып, бір-бірімізді сағына күтіп, бір-бірімізге хабарласып жүргенбіз. Бөкең нағыз дос еді. Өте қарапайым, ешкімге де ренжітпейтін, жаман сөз айтпайтын, күліп жүре беретін адам еді. Балдарын өсірді, оқытты, немере көрді, қызықтарына тоймай жүрген еді. Жақында зейнетке шығып, Марияш екеуі балдармен, немерелермен қыдырып, қызық өмірге тоймай жүргенде Алла тағала алып кетті. Оған да жақсы адамдар керек шығар. Бәрі достары, курстастары қайғылы хабар естігенде ауыр қарсы алдық. Өте өкінішті жағдай болды. Арамыздағы өте сыйлы, өте жақын, қадірлі дос еді. Осы қысқа қамшының сабындай өмірде көп жақсылық істеді. Тума-туысқандарға, жора жолдастарға, достарына, әріптестеріне көп жақсылық істеген адам. Болат, сен біздің жүрегімізде ерекше орын аласың. Сенің көрмегеніңді балдарың, немерелерің көрсін. Жатқан жерің жайлы болсын, топырағың торқа болсын, иманды бол. Қайыспас менің қабырғам, жаңылған сәтте табылған. Айналдым досым, айналдым сендей бауырдан. Досым, адалдық үшін жаралған, бәріне бірге барылған. Уақытын бәрін арнаған нағыз адал жан. Досым ай, бірге жүрсек өзіңмен биік еңсем. Өткен біз небір өткелден жақын адам сенген. Дос
ол Алла тағала адамды солай жаратқан. Адам өзінен өскен ұрпақты көргенінде дүниенің бәрін ұмытады. Басқа дүниенің барлығы ештеңе тұрмайды. Ала ұрпақты көргенінде оның орны бөлек. Ол үшін өзіңді емес, жаныңды білесің. Ол сенің туған балаңнан екі есе қымбат та, екі есе жақында. Балаң ептеп шеттеп қалады, ал балаңнан туған бала сенің жаның. Сондықтан осы жандарыңның үлкен азамат болып өсіп, үлкен еліміздің құрметті азаматы болып өсуіне біз тілектеспіз. Әр уақытта аманшылықты жақсы тілейік, осы уақыттың қызығын көрейік. Қаншалықты қартайып жатсақ та, қаншалықты әлгі ебіміз келмей жатсақ та, солардың қызығын көріп, солардың тойларында, солардың қызықтарында, солардың жақсылықтарында сақалымыз сапсиып, жағымыз түспей, сол қызықтарды көріп, ептеп сол қызықтарда, сол балалардың жақсылығын көріп, марқайып жатсақ, одан